Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге өтетін тақырыбымыз алкен. Енді біз дояда өткен тақырыптар сияқты алкен тоже органикалық қосылыс. Получается, алкеннің жалпы формуласы. Енді бұл жердегі жалпы формуласы оның CnH2n. Получается, CnH2n ол бізде цикл алканмен бірдей, яғни цикл алкан алкен үшін классаралық изомер болып табылады. Енді дәл кететін болсақ, жалпы алкеннің физикалық қасиеті қандай? Алкеннің ең кіші мүшесі ол бізде С2H4. Неге десеңдер? Потому что бізде метанды қоятын болсақ, ол кезде жалпы формулаға сәйкес келмейді, сондықтан метан сияқты оның ең кіші қосылысы жоқ. Яғни С1 деген қосылысы жоқ. Получается, мынаған қосылыстың аты этен немесе этилен деп аталады. Получается, алкендерде ен деген жұрнақ жалғанады, немесе илен деген жұрнақ жалғанады. Ен немесе илен. Кеттік. Енді дәл айтатын болсақ, алкендерде алкандарға қарағанда цикл алканнан ерекшелігі бұл жерде қос байланыс бар. Получается, этенді жазып көретін болсақ, бұл жерде екі көміртек бар. Екі көміртегіміздің ортасында қос байланыс бар. Яғни қос байланыс бар деген сөзіміз әр көміртекте общий бізде 4 тотығу дәрежесін көрсетеді. Енді мына жаққа только 2 сутек қоя аламыз, и мында то же самое 2 сутек қоя аламыз. Получается, С2H4 деген сияқты қосылысымыз шығады екен. Енді кеттік. Алкеннің ерекшелігін түсіндік, қос байланысы бар екен. Енді алкеннің осы қос байланысы үшін оның сапалық реакциясы бар. Получается, сапалық реакция деп қоя салайын. Сапалық реакциясының біріншісі ол бізде бром суы. Яғни бром суы қалай әсер етеді? Бром суы бастапқы уақытта қоңыр болады да, яғни қоңыр түстен түссізге айналады. Енді ол неге түссізге айналады десеңдер, бұл жерде қос байланыстың болуы себеп. Яғни қос байланыс болғандықтан бром суы осы қос байланыстың әсерінен түссізденеді. Получается, ол бізде сапалық реакция болып табылады. Немесе калий перманганаты арқылы табуға болады. Получается, калий перманганаты тоже бізде сапалық реакция болып табылады екен. Енді кеттік. Бұл жерде алкандар сияқты радикалы бар. Яғни осы жердегі бір валентті этилен радикалы бар. Оның атауы CH2, значит, бұның атауы винил радикал деп аталады. Егер мынан формуласы жинап жазатын болсақ, С2H3. Мынау бізде винил радикалы деп аталады екен. Но в целом логика түсінікті деп ойлаймын. Тура осы сияқты, алкандар сияқты бұл жерде де гомологтық қатар бар. Яғни гомологтық қатар дегеніміз жаңағы С2H4, С3H6, С4H8 деген сияқты кете береді. Яғни бұлардың атауы сәйкесінше этен, пропен және бутен деген сияқты кете беретін болады дальше. Енді біз келесі информацияға өтетін болсақ, бұл жерде енді алкенде алканға қарағанда изомерлену түрі көп. Яғни ол жерде қарапайым емес, уже изомердің басқаша түрлері бар. Получается, изомерленуі. Олар қалай изомерленеді? Изомерленуі. Біріншісі қос байланыстың орны бойынша. Қос байланыс орны, яғни қос байланыстың орнына байланысты қалай изомерленуі мүмкін. Мысалы үшін бізде изомерленуі более көрінетін бутенді алайық. Мысалы ретінде бутен. Бутен дегеніміз, яғни 4 көміртегі бар. 4 көміртегі бар, и осы жерге біз қос байланысты, мысалы үшін айтайық, бірінші көміртекке қоя салайық. Осылай қалдырдық. Енді мына жақта сутектерін жазбай қояйын, яғни барлығы түсінікті деп ойлаймын. Мысалы үшін мына жақта 2 байланыс уже бар, значит, мына жақта 2 сутек тұрады. Мына жақта 3 байланыс бар, значит, 1 сутек тұрады. Мына жақта 2 байланыс бар, значит, 2 сутек тұрады. Мына жақта 1 байланыс бар, значит, мына жақта H3 деп тұрады деген сияқты кете береді. Енді мына қосылыстың аты бұл жерде бутен. Енді қараңдар. Ен деген жалғауымыз сол қос байланыстың орнын көрсету керек. Получается, бізде қай жаққа қарай жақын тұр? Мына жақтан ба, мына жақтан ба, сол жақты қараймыз. Получается, мына жақтан жақын екен, значит, 1, 2, 3, 4 деген сияқты нумерация береміз. Получается, бірінші көміртекте тұрғандықтан оның аты бутен 1 болады. Логика түсінікті деп ойлаймын. Тура сол сияқты, мысалы үшін алайық, көміртек
екінші көміртекте тұратын болса қос байланыс, онда ол бізде мына жақтан санайтын болсақ та 1, 2, 3, или мына жақтан санайтын болсақ та 1, 2, 3. Получается, екінші көміртекте тұр, значит, оның аты бутен 2. Яғни ең дегеніміз қос байланыс осы екінші көміртекте тұр деген сөз. Енді бұл бізде бірінші ненің изомерленудің түрі, яғни изомерленудің жалпы қос байланыс орнына байланысты. Енді кеттік. Екінші классаралық изомер. Классаралық изомер деп нені атаймыз? Классаралық изомер дегеніміз, оның формуласы бір болу керек, я? Яғни CnH2n. Получается, CnH2n ол бізде циклалканда да сондай, алкенде де сондай. Значит, екеуі бір-біріне классаралық изомер болып табылады. Енді қарасыңдар, оның классаралық изомер екенін қайдан білеміз? Мысалы үшін C3H6 деп алайық. C3H6 формуласы 1. Енді бұл бізде алкен. Яғни алкеннің ішінде пропен. Енді пропеннің ішінде осы болғандықтан бізде 3 көміртекті салайық циклалкан салу үшін. И циклалканың арасында бізде дара байланыс. Осы жерде дара байланыс болғандықтан мына жақта екі байланыс кетіп тұр ғой. Значит, мына жаққа біз каждыйсына H2 деп қояды екенбіз. H2 и H2. Общий санайтын болсақ, получается формуласы C3H6. Яғни классаралық изомер дегеніміз осы. Формуласы бірдей болу керек. Енді кеттік. Бізде үшінші изомердің түрі бар. Классаралық изомер думай түсінікті деп, алдағы уақытта классаралық изомерлер бір-біріне өте көп болады. Енді үшінші изомердің түріне келетін болсақ, бұл жерде көміртек тізбегінің изомерленуі. Көміртек тізбегі. Яғни көміртек тізбегі дегеніміз бұл жерде радикал бойынша. Бізді айтатын еді қой. 2 метил, бутан деген сияқты, тура сондай сияқты қосылыстар бізде шығуы мүмкін. Мысалы үшін 4 көміртекті алайық. И бір көміртекті астына түсіре салайын. Как не ретінде, радикал ретінде. И біз қарайық. Мына қосылысты қалай атай аламыз? Мына қосылыста ең ұзын тізбек либо біз былай қаратсақ болады, либо оны төмен түсірсек те дым разницасы жоқ. Получается, біз просто түзу тізбекті алсақ, значит, бізде мына жерде анықтайық. Бізде қос байланысымыз бар и радикалымыз бар. Получается, қос байланыста радикалда екеуі де бір реакцияда бар екен. Енді біз оны не істей аламыз? Получается, бұл жерде біз бірінші қос байланыстың орнын анықтаймыз. Яғни қос байланыс бізде мына жаққа жақын. 1, 2, 3. Получается, ол бірінші көміртекте орналасып тұр. Ал радикалым екінші көміртекте орналасып тұр. Значит, біз ең басына радикалды жазамыз. Радикал екінші көміртекте орналасып тұр. Значит, 2 метил пропен 1. Неге пропен 1? Потому что ол бізде қос байланыс бірінші көміртектен орналасып тұр. Яғни, қос байланыстың орналасқан орнын соңына жазамыз, бірақ оны бірінші нөмірлейміз. Түсінікті ма логикасы? Енді кеттік. Ең соңғы 4-ші изомерлену түрі ол бізде геометриялық изомер. Геометриялық изомер. Енді геометриялық изомер өздеріне таныс шығар до этого цис және транс деп бөлінеді. Цис, транс. Получается, цис пен транс ол бізде енді геометриялық изомердің түрі. Яғни бұл жерде в целом цис пен транс қалай түзіледі? Енді қос байланыс түзілген жерде екі көміртектің арасында қос байланыс түзілді ғой. Яғни ол жерде уже көміртектер как тізбек ретінде орналаспайды. Яғни олар қос байланыс орны түзілгеннен кейін уже ар жақтағы басқа байланыстар бір-бірімен тебеседі. Сол уақытта бізде цис немесе транс деген сияқты геометриялық изомерлер пайда болады екен. Получается, мысалы үшін біз жаңағы бутенімізді таққан сала берейік. Бутенде алайық. Мысалы үшін бізде мына жақта екі көміртегіміз тұр. Енді бұл лучше көріну үшін мен осылай сызғаным дұрысырақ болады. Мына жақта бізде 4 көміртегіміз бар, иә. Бұл қалай сызылса да, бұл бәрібір бутен. Бутен 2. Енді қарайық. Қандай бутен 2? Мына жерде дара байланыс, значит, мына жақта 3 сутек бар. Мына жақта дара байланыс, значит, 3 сутек бар. Мына жақта 3 байланыс бар, значит, 1 сутек бар. Енді ол сутекті пока что осында жазбаймын. Ол сутекті мында қалдырайын. Яғни бұл бәрібір осы көміртекпен жалғанып тұр ғой.
значит сутектер астында. Енді қарады, егер сутектері немесе радикалдары бір жақ бетте орналасатын болса, значит радикалдың екеуі де жоғарыда немесе сутектің екеуі де төменде орналасатын болса, онда бұл изомерлену түрі цис деп аталады. Значит, мынау бізде цис бутен. Логика түсінікті ғой? Цис бутен деп аталады. Енді тура осылай екі көміртегімізді сызамыз. Бір көміртек жоғарыда, бір көміртек төменде. И осы көміртектің жанында үш сутек бар. Мына жақта то же самое үш сутек бар. Мына жақта бір сутектен бар, и ол бір сутектер былай орналасады. Себебі жаңа ара байланыстың, қос байланыстың жанында уже байланыстың несі өзгереді. Тіспек сияқты болмайды. Получается, мына жақтағы радикалдарымыз екі жақ беттен орналасқандықтан бұл бізде трансбутен деп аталады. Логика түсінікті ма? Яғни бір-біріне осылай қарама-қарсы орналасатын болса, олар бізде транс, ал бір шетте орналасатын болса, олар бізде цис деп аталады екен. Логика түсінікті деп ойлаймын. И енді изомерленуден басқа енді бізде алкендердің алынуына кеттік. Алкендер бізде қалай алынады? Алынуы. Мысал үшін, енді алынуы. Біріншісі, алканды дегидрлеу. Яғни алканды қалай дегидрлейміз? Мысал үшін қарапайым кез келген алканды алатын болсақ, С2H6 деп алсақ, этанды дегидрлесек, яғни температура және өршіткі қатысында, сол кезде бізде шығады С2H4 қосылған H2. Яғни температура қатысында деген сөзіміз температура және өршіткі бар. Получается бізде С2H4 шығады. Мынау бізде этен, ал мынау бізде этан. Логика түсінікті ғой? Енді бізде келесі реакциямыз, екінші реакция. Бұл бізде метанды 550-650 градуста қыздыру арқылы. Получается, метанды 550-650 градуста қыздырған кезде CH4-ті 550 немесе 650 градуста қыздырамыз. Сол уақытта бізде түзіледі С2H4 қосылған H2. Мына жақта реакцияны теңестіру үшін метанды 2 еселейміз, сонымен бізде реакциямыз дайын. Получается, метанды 550-650 градуста қыздыру арқылы да алсақ болады екен. Мынау бізде метан, мынау бізде этен. Қос байланыс. Енді үшінші реакциямыз деп айтып қойын. Бұл жерде енді полностью жаңағы дегидрлеу бойынша кете береді. Яғни, мына жерде дегидрлеуде никельде өршіткі болып табылады екен. Жалпы логика түсінікті деп ойлаймын. И енді біз қысқаша тоқталып кетейік этиленнің физикалық қасиетіне. Потому что бізде физикалық қасиет тоже өте маңызды заттардың бірі. Енді этиленнің физикалық қасиеті С2H4. Бұл бізде сәл тәтті дәмі бар түссіз газ. Значит, тәтті дәм бар. Бірақ ол бізде түссіз газ. Значит, түссіз болғандықтан ол бізде просто тәтті газ болып табылады. Енді ол бізде ауадан аздап жеңіл, и ол бізде суда аз ериді. Енді кеттік. Дальше айтатын болсақ, енді бізде уже дальше химиялық қасиеті. Химиялық қасиетіне көшейік. Химиялық қасиеті. Біріншісі, ол бізде жаңағы айтқандай сапалы реакциясы бром суымен болғандықтан, значит, броммен реакцияға түседі. Получается, броммен реакциясы қалай жүреді? С2H4 қосылған бром 2. Шығады С2H4 бром 2. Неге бұлай шықты десеңдер, бұл жерде бізде көміртек 4 тотығу дәрежесін көрсеттіре, плюс 4 тотығу дәрежесін. Ол алканда С2H6 болу керек еді. Яғни 6 сутек немесе сутектің орнына басқа нәрсе қосыла алады, бром деген сияқты. Получается, 6-ның орнына қосылған кезде ол полностью қанығады, яғни қанығу керек полностью.
жаңағы қоспаластың барлығы үзілу керек. Сонда бізде түзілетін затымыз дибром этан. Енді қараңдар, бұны ашып жазатын болсақ, көміртегіміз тұр, H2, мына жаққа H2, и бізде бром 2-ні қосамыз, шығады көміртек, ортада дара байланыс қылайын. Получается, мына жақта H2-ның жанына бір бром кеп қосылады, мынау H2-ның жанына бір бром кеп қосылады. Значит, мынау бізде 1-2 дибром этан болып табылады. Потому что бірінші көміртекте орналасып тұр, және екінші көміртекте орналасып тұрған 2 бромымыз бар екен. Енді кеттік. Екінші реакциямыз ол бізде бағанағы алканнан қалай алдық, түрі солай керісінше, яғни гидрлеу. Гидрлеу дегеніміз ол бізде сутек қосу. Яғни сутекті қалай қосамыз? Мысалы үшін бізде жаңағы C2H4 деп берілді, и бұл жерде сутек қосатын болсақ, бізде түзіледі C2H6. Значит, этенге сутек қосқан кезде біз қаныққан көмірсутек этанды алады екенбіз. Тура мынау сияқты бізде қос байланысымыз дара байланысқа айналады деген сөз. Логика түсінікті деп ойлаймын. Бұл бізде тағы бір қысқаша реакциясының біреуі. Потом алкандар, точнее алкендер, бұлар бізде галоген сутектермен жақсы әрекет етеді. Мысалы үшін C2H4 айтайық, H хлормен әрекеттесті. Значит, бұл бізде галоген сутек. Енді C2H5 хлор түзілді. Получается, бұның атауы бізде хлор этан. Мынау басында этен еді. Значит, сутек және хлор қосылған кезде оның уже жаңағы қосылған мүшелер общий 6 болды. Получается, бұл бізде хлор этан түзілді деген сөз. Логика түсінікті деп ойлаймын. Енді дальше кететін болсақ, бұл жерде енді алкандардан разница деп айтсақ та болады. Гидратация реакциясы. Гидратация. Енді гидратация қалай жүреді? Бұл бізде алкендер гидратация болған кезде спирт түзіледі. Получается, мына жақта C2H4 оған қосамыз H2O-ны. Бізде шығады C2H5OH. Алкенге су қосқан уақытта всегда бізде спирттер түзіледі. Получается, түзілетін затымыз этен. Этеннен кейін этанол түзіледі екен. Этанол дегеніміз кәдімгі этил спирті. Тура осы сияқты пропенге су қосатын болсақ, пропанол түзіледі. Яғни осылай кете береді екен. Енді дальше кеттік. Бұл бізде гидратация, получается, өнім ретінде спирт түзіліп отырады. Енді бізде 5-ші реакциямыз, ол бізде тотығу реакциясы. Тотығу дегеніміз бұл жану емес, жанумен шатастырмаймыз. Тотығу кезінде қалай жүреді? В целом, алкендердің тотығу нәтижесінде бізде көп атомды спирттер алынады. Мысалы үшін, этанол бізде бір атомды. Получается, ол жерде ол деген жұрнақтың өзі біреу. Значит, OH-ымыз мына жерде біреу деген сөз. Тура сол сияқты тотығу реакциясында уже көп атомды спирт алынады. Бірақ бұл жерде қарайтын болсақ, C2H4 қосылған H2O қосылған тек жақшадағы оттек. Енді қараңдар, тек жақшадағы оттек қаяқтан шықты? Бұл реакцияда негізінен калий MnO4 қатысады. Значит, калий MnO4 пен полностью реакциясын жазбаймыз, біз только оттекті ғана аламыз. Сонда бізде түзілетін затымыз ол болады, 2 көміртекті сызып қояйық, и осы 2 көміртектің астынан 2 OH тобы түседі екен. Ортадағы қос байланыс үзілді, ол дара байланыс болды. Значит, мына жердегі сутектер саны H2 күйінде қалды. Енді түзілген затқа атау беретін болсақ, бізде түзілген заттың атауы этандиол. Этандиол. Енді қараңдар, этандиол деп аталу себебі, мына OH-тар саны 2 деп тұр. Значит, оны D деп көрсетіп тұр. Ол дегеніміз ол OH, яғни OH-ымыз 2 общий. Этандиол немесе этилен гликоль. Получается, осындай қосылысымыз түзіледі екен. Енді қараңдар, бізде тура осындай реакцияға пропен түсетін болса, онда пропан триол түзіледі. Получается, мына жақта бір көміртек болады, и оның астына тағы бір OH түседі деген сияқты. Тура осындай логикамен кете береді.
енді қараңдар, бізде бұл жерде тура алкан сияқты жану реакциясы бар, яғни 6-шы бұл бізде жану деп қояйық. Жану қалай жүреді? Бұл жердегі айтып кеткендей, ең басында органикада кез келген затты жаққан кезде СО2 және H2O шығады. Бұл жерде реакцияны теңестіретін болсақ, көміртектің алдына 2 қояйық, и сутектің алдына 2 қойсақ, оттектің алдына 3 қоямыз, сонымен реакциямыз теңесіп тұр. Получается, көміртек пен су түзіледі екен. Логика түсінікті деп ойлаймын. В целом, басқа информацияның барлығы кітапта тұр. Реакция жазуды жақсылап үйреніп алайық қарап. Егер түсініксіз заттар болатын болса, жекеге жазып немесе телеграмда жазып, осы комментарийға қалдырып кетсеңдер болады.